Баршаңызға сәлем, менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен мини пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен бізге бір жұмыртқа, бір қасық шекер, бір қасық тұз қажет болады. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 200 грамм жылы сүтімізді құйып, 2 чайный ложка ақ майымызды құйып, одан бір қасық дрожжімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламын. Барлығы біркелкі болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды үстіне салып, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырымызды илеп, жарты сағатқа қойып қойдым. Мұны көтерілгеннен кейін қамырымызды 8 бөлікке бөліп, пицца жасаймыз. Мини пиццамыздың қамырын жасап аламын. Барлығын осылай зуалақ қылып, 20 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Әлеуметтік желіде достарыңызбен де бөліссеңіздер болады. 20 минут демалғаннан кейін қамырымызды осылай кішкене дөңгелектеп жайып алып, шаш өрім сияқты өрім жасап аламын. Оның барлығы әсемдік үшін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Қамырымыздың шетіне әсемдік үшін қойып шығамын. Пиццаларымыздың қамырын осылай қойып, тағы да 10-15 минутқа тындырып қоятын боламын. Тағы біреуін көрсетіп жіберемін. Қамырымызды осылай қолмен жайып, размерін кесіп аламын. Шетіндегі қамырынан өрім жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, достар, жасап көрсеңіздер болады. Жасап көріп, комментарийге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Пиццамыздың салмасын да дайындап алдым. Салмасына колбаса, қияр және де болгарский керек болады, кейін помидор қажет болады. Мұны 15-20 минут тұрғаннан кейін осылай үстінен жайлап жайып шығамыз. Жан жағына бір жұмыртқаның сарысын жағып, қып-қызыл болып пісу үшін жағып аламын. Достар, менде помидор, қатырылған помидор. Егерден помидорды қысқа қалай сақталу жолын білгілеріңіз келсе, менің YouTube арнамда видеосы бар. Астына сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Қамырымыздың астына ащы аджика жақсаңыздар да болады. Мен кетчуп жақтым. Қатырылған помидорымызды осылай біреу-біреуден қойып шықтым. Оның үстіне колбасамызды салып аламын. Және де қиярымызбен болгарскийімізді турап дайындап алдым. Оларды да үстіне қосып шығамын. Болгарскийді менде қатырылған болгарский. Морозильниктен алып, қолдана берсеңіздер болады. Кез келген тамаққа қолдануға болады. Барлығын салып алғаннан кейін үстіне осылай майонезімізді жағып, қызып тұрған пешке 20 минутқа пісіріп аламын. Пиццамыз пісіп дайын болайын деген кезінде бетіне үкіштен өткізілген сырымызды осылай қойып, тағы да 5 минутқа духовкаға салып аламыз. Менде копченый сыр, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Менде үйде бар сыр копченый болғандықтан осыны қостым. Мына 5 минутта дайын болып шықты. Копченый сырымыз еріп кетпейді екен, сол үшін ерімесе де өте дәмді, керемет болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менің видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп,
келесі видеомның шыққанын күтіп отырыңыздар. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісуге де болады. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.